Келесі кезек тарих пәнінің мұғалімі Жигазиева Бейбіткүл Елақыновнаға беріледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Мен 146 мектеп лицейінің тарих пәнінің мұғалімі Жигазиева Бейбіткүл Елақынқызы. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы алаш арыстарының еңбектері арқылы оқушыларды ұлттық рухта тәрбиелеу деп аталады. Мақсаты алаш арыстарының идеялары мен көзқарастарын қазіргі заманғы білім беру әдістемелерімен ұштастыра отырып, оқушылардың тарихи санасын дамыту және ұлттық мәдени мұраны бағалауға үйрету. Осы арқылы олардың өз тарихына, мәдениетіне және тіліне деген құрметті арттыру және ұлттық құндылықты нығайту. Алаш арыстарының шығармаларын оқыту арқылы оқушылар тарихи таным қалыптасады, яғни алаш қозғалысының тарихын және оның ұлттық тәуелсіздікке қосқан үлесін түсінеді. Философиялық тұрғыдан ойлау, арыстардың қоғамдық саяси және мәдени мәселелерге көзқарастарын талдайды. Ұлттық мәдениетті құрметтеу, қазақстандық мәдениеттің және тілдің маңыздылығын мойындау. Міндеттері: Алаш партиясының бағдарламасымен танысу, екінші алаш қайраткерлерінің өмірбаянын зерттеу, алаш қайраткерлерінің еңбектерін тарихи тұрғыда талдау, тарихи деректер мен құжаттарды талдау, тұлғалардың тарихи рөлін бағалау, қазақ халқының тәуелсіздікке жету жолындағы күресін түсіну, Алашорда үкіметінің қызметін зерделеу. Күтілетін нәтижелер: оқушылардың патриоттық сезімі артады, тарихи сана сезімі қалыптасады, тарихи деректерді талдай біледі, шығармашылық қабілеттері дамиды, пікірталас. Авторлық бағдарламаның өзектілігіне келетін болса, қазіргі оқушылардың ұлттық рухын ояту, тарихи сана сезімін қалыптастыру өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бұл тақырып алаш қозғалысының маңыздылығын, оның өкілдерінің ұлт үшін жасаған ерліктерін, сол кездің тарихи жағдайларын түсіндіру арқылы білімгерлердің ұлттық сана сезімін қалыптастыруға көмектеседі. Алаш арыстарының жазбалары мен еңбектері арқылы жастарды жауапкершілікке, елін, жерін сүюге, құрметтеуге шақырады. Алаш арыстарының өмір жолын, олардың идеяларын зерттей отырып, ұлттық құндылықтарды бағалауға, өз болашағына жауапкершілікпен қарауға үйренеді. Авторлық бағдарлама 34 сағаттан тұрады, 3 бөлімнен тұрады. Енді қорытындылай келе, алаш арыстары ұлттық сана мен рухтың қайнар көзі, алаш қайраткерлері ұлт тағдыры үшін күрескен тұлғалар, олардың еңбектері арқылы оқушыларға ұлтқа қызмет ету, елін сүю, тілі мен дінді құрметтеу сынды құндылықтарды сіңіруге болады. Бұл ұлттық рухтың негізі. Тарихи жадыны жаңғырту, тәрбиенің бір бөлігі. Алаш арыстарының мұрасын оқыту арқылы оқушыларға еліміздің тарихын, тәуелсіздік жолындағы күресті тереңірек түсіндіруге болады. Бұл жастардың тарихи сана сезімін оятып, ұлттық болмысын нығайтады. Алаш идеясы заманауи тәрбие құралы болып табылады. Алаш зиялыларының оян қазақ, ел болам десең бесіңді түзе деген үндеулері бүгінгі күнде де маңызын жойған жоқ. Олардың ой пікірлері арқылы оқушылардың азаматтық белсенділігін, әділеттілікке ұмтылысын тәрбиелеуге болады. Яғни осы авторлық жұмыс қазіргі оқушылар үшін және ұстаздар үшін өте құнды бағдарлама деп есептеймін. Тіл мен мәдениетті құрметтеуге үйретеді, сонымен бірге алаш арыстары ана тілі ұлттық мектеп қалыптастырады. Бұл бағдарлама толықтай мақсаты, құндылықтары енгізілген және де оқушылар үшін өте құнды болып табылады деп есептеймін. Рахмет, осымен аяқталды менің жобам. Информатика пәні мұғалімдері Тұрсынбек Ләззат Пернебайқызы және Нұрсанова Айнұр Сәбитқызы. Құрметті ұстаздар, біздің авторлық бағдарламаның тақырыбы кодтау және дизайн STEM жобаларының блок-скат шешімдері. Информатика пәні мұғалімдері Тұрсынбек Ләззат және Нұрсанова Айнұр. Бағдарлама мақсаты оқушыларға блок-скат қолдану арқылы кодтау, 3D дизайн және модельдеу дағдыларын үйрету, оқушылардың ғылыми, технологиялық, инженериялық және математикалық салаларын шығармашылық тұрғыда шешімдерін қабылдауға, жаңа жобаларды қорғауға ынталандыру. Бағдарламаның міндеті оқушыларға блок-скат бағдарламасын қолдану арқылы 3D модельдеу негіздерін үйрету, кодтау және дизайн арасындағы байланыс туралы түсінікті қалыптастыру, оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, STEM пәндері арқылы білімдерін тереңдету, жобаларды топпен бірге жасау арқылы ынтымақтастықты дамыту.
Бағдарламаның өзектілігі бүгінгі таңда ақпараттық технология мен инженерия саласында білім мен дағдыны жоғары мамандарға сұраныс артып келеді. Сол себепті STEM пәндері арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру және креативті ойлау тұрғыдан дағдыларын дамыту болып табылады. Бағдарламаның ақпараттық әдістемелік бөлімі негізгі сабақтың типі бұл практикалық сабақ, оқушылардың теориялық білімін бекітуге, олардың шығармашылық және практикалық дағдыларын дамыту, сондай-ақ алған білімдерін нақты жағдайда қолдануға бағытталған. Blockscat платформасында жұмыс істеу арқылы 3D модельдерді меңгереді және STEM саласында негізгі принциптермен танысады. Күтілетін нәтиже оқушылар 3D модельдеу және кодтау дағдыларын меңгереді. STEM жобаларын әзірлеуде креативті ойлау және мәселені шешу қабілеттері артады. Оқушылардың топтық жұмыс дағдылары дамиды, олардың ынтымақтастыққа деген қабілеті артады. Оқушылардың Blockscat бағдарламасы өзара жоба жасап шығарып, практикалық дағдыларын жетілдіреді. Бағдарлама барысында оқушылар кодтау мен дизайн өзара байланысын тереңдеп түсініп, теориялық білімдер мен практикалық тәжірибелерін ұштастырады. Биология пәні бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жасап, соны техникалық және цифрлық құралдарды пайдалану арқылы қабілеттерін дамытады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегі дене шынықтыру пәні мұғалімі Тілеубердин Амангелді Тойшыбекович. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен 146 мектеп лицейінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Тілеубердин Амангелді Тойшыбекович, педагог зерттеушімін. 5-6 сынып оқушыларына арналған волейбол ойынының элективтік бағдарламасымен сіздерді таныстырып өтейін. Бағдарламаның міндеттері білімділік, дамытушылық, тәрбиелік. Білімділік волейбол ойынының тиімді әдіс тәсілдерін үйрету, оқушыларда қажетті теориялық білімді қалыптастыру. Волейбол ойынының техникасы мен тактикасын жаттықтыру, волейболды спорт және белсенді демалыс ретінде танымал ету. Дамытушылық оқушылары арасындағы волейболға тұрақты қызығушылықтарын дамыту, дене қабілеттерін дамыту, күш жылдамдық, күш үйлестіру, сонымен қатар төзімділікті, икемділікті. Тәрбиелік мақсатымыз адамгершілік, еріктік қасиеттерге тәрбиелеу, салауатты өмір салтын арқылы денсаулықтарын нығайту, тәрбиелеу. Оқу тақырыптық жоспарым кіріспе сабақ қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық, орын ауыстыру техникасы, қозғалыс әдістері, допты екі қолмен жоғарыдан беру, допты екі қолмен төменнен қабылдау, допты төменнен тік беру, допты беру және қабылдау, жалпы және арнайы физикалық дайындық, ойын ойнау. Осы бағдарлама 34 сағатқа арналған. Волейбол оқу бағдарламасының жүзеге асыру нәтижесінде оқушыларды меңгеру керек. Дене белсенділігін, адам ағзасына әсер ету ерекшеліктерін, денсаулықты сақтау және жақсарту жолдарын, элективтік саланың даму негіздерін, өзінің және басқаның құқықтарын, табысты оқу әрекетінің денсаулықты әсерін, денсаулықты сақтау және нығайту үшін дене жаттығуларының маңыздылығын. Қорытындылауға келетін болсақ, бұл бағдарламаның жүзеге асыру нәтижесінде оқушылардың бойында денсаулығы мен тәртібін қалыптастыру, спортқа қызығушылығын арттырады, салауатты өмір салтын сақтау бейімделеді, өзін өзі бағалауға дағдыланады, топпен жұмыс істеуді үйренеді, қиындықты жеңуді үйренеді, табысты әрі жауапты болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сөз кезегі биология пәні мұғалімі Өмірбекова Шолпан Үсеновнаға. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Жалпы 146 мектеп лицейінің биология пәні мұғалімін. Менің бағдарламам биология сабақтарында білім алушылардың ғылыми жаратылыстану сауаттылығын дамыту жолдары деп аталады. Жалпы бағдарламаның мақсаты бұл оқушылардың ғылыми түсініктері мен әдіс тәсілдерін меңгеру, өздерінің табиғи орта мен экологиялық жүйелерінің қызметіне қатысты ғылыми негізде ойлау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Сондай-ақ оқу үдерісінде ғылыми зерттеулер мен тәжірибелер жүргізуге қажетті дағдыларды дамыту, биологиялық құбылыстар мен процестердің негізін түсініп, олардың адам өмірі мен қоғамдағы маңызын
бағалай білуге үйрету. Жалпы міндеттері: биология пәнінің негізгі түсініктері мен принциптерін түсіндіріп, ғылыми теориялық білім беру, оқушылардың критикалық ойлау дағдыларын дамыту арқылы ғылыми зерттеулерді жүргізу дағдыларын қалыптастыру, биологиялық құбылыстарды ғылыми тұрғыдан таңдай отырып, экологиялық сауаттылықты арттыру, оқушылардың табиғатқа деген ұқыптылығы мен жауапкершілігін сезінуге баулу, жаратылыстану ғылымдары саласындағы жаңа зерттеулер мен жаңалықтар туралы білімдерін кеңейту. Жалпы бағдарламаның өзектілігі бұл қазіргі кезде білім беру жүйесінде ғылыми жаратылыстану пәндерінің ішінде биологияның рөлі айтарлықтай артып келеді. Сол себепті бұл бағдарлама оқушыларды өз білімдерін күнделікті өмірде қолдануға, экологиялық мәселелерді шешуге, болашақта ғылыми зерттеу жүргізуге ынталандырады. Жалпы күтілетін нәтиже: ғылыми ойлау қабілеттерін дамыта отырып, биология саласындағы жаңа әдістер мен технологияларды үйренеді. Экологиялық мәселелерді шешу, биотехнология, генетика салаларындағы заманауи зерттеу туралы түсінік қалыптастырады. Зерттеу дағдыларын жетілдіріп, ғылыми тәжірибелер мен жобаларды орындау арқылы зерттеу жұмыстарын жүргізуге қажетті дағдыларға ие болады. Кәсіби құзыреттіліктерін арттырып, болашақта ғылыми және зерттеу жұмыстарын нәтижелі орындауға дайын болады. Сыни ойлау, талдау, жүйелеу қабілеттерін жетілдіріп, биологияның қоғамдық және экологиялық аспектілерін түсініп, өз пікірлерін айтуға дәлелдей алады. Жалпы бағдарлама аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатқа арналған 4 бөлімнен тұрады. Бұл биология негіздері, ғылыми әдістеме, экология және қоршаған орта, ғылыми жаңалықтар мен инновациялар, биотехнология, ғылыми зерттеулер мен практикалық жұмыс. Әрбір бөлімде әрбір тақырыпқа сай қысқа мерзімді жоспары құрылған. Жалпы қорытындылай келетін болсам, бағдарламада оқушылар жаратылыстану пәндерін бір-бірімен интеграциялай отырып, пәнаралық байланысты түсінеді, ғылыми зерттеу жүргізуге, жобаларды орындауға бағыттайды, оқушыларға әртүрлі ғылымдағы соңғы жетістіктермен танысып, оны түсінуге мүмкіндік береді, экологиялық сауаттылыққа тәрбиелейді, оқушылардың сыни ойлауын дамытып, оларды белсенді әрекет етуге, шешім қабылдауға үйретеді, оқушылардың қабілеттілік, практикалық дағдыларын бақылауға мүмкіндік береді, сонымен қатар қоғамдағы өзекті мәселелерге назар аударуға мүмкіндік береді. Қорыта келсем, бұл ерекшеліктер бағдарламаны ғылыми зерттеу және экологиялық бағыттағы білім беру саласында ерекше, заманауи және тиімді құрал ретінде айқындайды. Назарларыңызға көп рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен бастауыш сынып мұғалімі Тойлыбаева Эльмира Шакирхановна. Бағдарламаның аты математика және логика. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері: мақсаты оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға арналған вариативті әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы математикалық білімдерін нығайту. Міндеттері: оқушылардың логикалық ойлау қабілетін арттыру, оқушылардың математикалық түсініктерін жетілдіру, оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту, оқушылардың өз бетімен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру және шығармашылық ойлауын дамыту. Пәнаралық байланыстар: қазақ тілі және дүниетану. Сабақта қолданылатын әдістер: логикалық есептерді шешу, ойындар, математикалық ойындарды ұйымдастыру, топтық жұмыс жасау, интерактивті тапсырмалар орындату. Авторлық бағдарламаның жаңалығы: интерактивті әдістер, топтық жұмыс, шығармашылық. Авторлық бағдарламаның өзектілігі: логикалық ойлау, шығармашылық және аналитикалық ойлауын дамыту. Күтілетін нәтиже: логикалық ойлау, математикалық түсініктер қалыптастыру, шығармашылық ойлау қабілетін дамыту, өз бетіндік жұмыс жасау. Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін арттыру. Енді оқу тақырыптық жоспар 34 сағаттан тұрады. Енді қорыта келгенде, 2 сыныптарға арналған авторлық бағдарлама түсінік хатта көрсетілгендей мақсат, міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған. Бағдарламадағы тарауларға орай алынған тақырыптар 2 сыныптарда білім беру стандарттарына сай игеру тиіс материалдарды қамтиды. Ал осы тақырыпты игеруде қашықтан оқу барысында қолданылатын инновациялық тәсілдерді, тақырыптарды толық меңгеруге көмектеседі. Келесі сөз кезегі көркем еңбек мұғалімі Алпысбаев Абылай Ерғалиұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің есімім Алпысбаев Абылай Ерғалиұлы. Мен авторлық бағдарламаның тақырыбы сәндік қолданбалы өнер және ағаштан, тастан және металдан бұйымдар жасау. Мақсат мен міндеттері: ұлттық мәдени мұраны сақтау және насихаттау, қолөнер бұйымдарын жасаудың заманауи тәсілдерін меңгеру, жастарды шығармашылық ізденіске баулу,
қолөнер кәсіптерін бағытын дамыту, қолөнер бұйымдарының сапасын арттыру арқылы сұранысты жоғарылату. Бөлімдері: сәндік қолданбалы өнер кіріспе, ағаш өңдеу технологиясы, ағаштан жасалған ұлттық бұйымдар, тастан бұйым жасау әдістері, тастан жасалған көне жәдігерлер, металл өңдеу технологиясы, қазақ зергерлер өнері, ағаштан және тастан металдан өзіндік заманауи әдістері, бұйымдарды көркемдеп безендіру, ұлттық нақыштағы жиһаздар, қолөнер кәсіпкерлігі, табиғи материалдардан қолдану, шығармашылық жобалар, дәстүрлі қолөнер техникасы, заманауи сәндік. Күтілетін нәтижелер: оқушылар мен жастардың ұлттық мәдениетке қызығушылығын арттыру, қолөнер бұйымдарын жасауға шеберлігін дамыту, ұлттық нақыштағы өнерге сұранысты арттыру, жаңа технологиялар арқылы дәстүрді өнерге жаңғырту, қолөнер кәсібін айрықша мүмкіндігін кеңейту. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегі математика пәні мұғалімі Искендирова Гүлсім Акилхановна. Математикада белсенді оқыту әдістері. Құрметті әріптестер, мен номер 146 мектеп лицейінің педагог психологы Мұхаммедкалиева Альмира Абдрахымқызы. Мен бүгінгі авторлық бағдарлама ретінде жазылған элективті курсым тақырыбы қарым-қатынас психологиясы 8-ші сынып оқушыларына арналған 34 сағаттан тұрады. Жалпы қарым-қатынас психологиясы элективті курсы бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі. Бұл жерде жалпы қарым-қатынас дегеніміз біздің күнделікті өміріміздің негізгі бөлігін алып отыратын болғандықтан, ең маңыздысы қарым-қатынас дағдыларын, коммуникацияға түсу жолдарын меңгеру. Яғни, осы жоба арқылы оқушылардың бойында қарым-қатынас дағдыларын дамытуға көп көңіл бөлінген. Қарым-қатынас психологиясы курсының басты мақсаты қарым-қатынас дағдыларын дамыту үшін түрлі әдістер мен стратегияларды қолдану, эмоциялық интеллектіні қалыптастыру арқылы өз эмоцияларын, сезімдерін тиімді басқару, топтық ынтымақтастықты нығайту мақсатында бірлескен жобалар мен тапсырмалар орындау, кері байланысты тиімді қолдану арқылы коммуникациядағы сапаны арттыру. Жалпы бағдарлама 34 сағаттан тұрады және де 34 сағатқа 34 қымызшысы дайын. Қай маман жұмыс жасаймын десе де, осы дайын материалдарды алып жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Егер де осы бағдарламамен қызықтыратын болсаңыздар, байланысқа шығып, мүмкіндік алып, жаңағы менің жасаған бағдарламамен жұмыс жасалсаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. 146 мектеп лицейі мұғалімі, педагог зерттеуші, ағылшын тілі пәні мұғалімі Айтынбек Айгүл Арқабайқызы. Бүгінгі авторлық бағдарламаның тақырыбы тиімді әдістер мен жасанды интеллект тәсілдерін қолдану арқылы оқушылардың ағылшын тілін сөйлеу, оқу, тыңдау және жазу дағдыларын дамыту. Авторлық бағдарламаның өзектілігі жасанды интеллект тәсілдері мен тиімді оқыту әдістерін біріктіріп, оқу үрдісін интерактивті және қажеттіліктерге бейімделген және қызықты етуге мүмкіндік береді. Бұл тәсілдер оқушылардың шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар заманауи технологияларды пайдалану, олардың оқу материалдарын меңгеруін жеңілдетіп, тілдік кедергілерді жоюға әрі коммуникациялық дағдыларын нығайтуға көмектеседі. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау дағдыларын тиімді әдістер мен жасанды интеллект құралдарын қолдану арқылы дамыту. Міндеттері оқушыларға ағылшын тіліндегі негізгі сөздік қор мен грамматикалық құрылымдарды меңгерту, сөйлеу, оқу, тыңдау және жазу дағдыларын интеграцияланған әдістер арқылы жетілдіру, оқушылардың өз ойын ағылшын тілінде еркін жеткізуге ынтасын арттыру. Жаңашылдығы
Бағдарламаның басты жаңалығы тіл үйрену процесін жекелендіруге, оқушының жеке қажеттіліктеріне бейімделуге және интерактивті тапсырмалар арқылы оқуға қызығушылықты арттыруға бағытталғандығы. Сонымен қатар жасанды интеллекттің көмегімен оқушылардың сөйлеу және жазу дағдыларына уақыттағы кері байланыс беру мүмкіндігі іске асырылады. Бұл тәсілмен білім беру тәжірибесіне жаңа технологияларды енгізу арқылы оқыту сапасын жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік береді. Күтілетін нәтижелер: оқушылар ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауда еркіндікке ие болады және өз ойын нақты әрі дұрыс жеткізе алады. Жасанды интеллект құралдарын қолдану арқылы оқу, тыңдау, жазу және сөйлеу дағдыларын жетілдіреді. Интерактивті және шығармашылық тапсырмаларды орындау арқылы тілдік құзыреттілігін арттырады. Цифрлық сауаттылық пен сыни ойлау қабілеттерін дамыта отырып, заманауи технологияларды тиімді пайдалануға үйренеді. Оқуға деген қызығушылығы артып, тілдік кедергілерді жеңу қабілетін қалыптастырады. Қорытындылай келе, бұл курс ағылшын тілін үйретуде жаңа мүмкіндіктерді ашады. Тиімді әдістер мен жиі технологияларының үйлесімі оқушылардың тілді еркін меңгеруіне, коммуникативті қабілеттерін дамытуына және 21 ғасыр дағдыларын игеруіне үлкен септігін тигізеді. Назарларыңызға рахмет. Келесі сөз кезегі физика пәні мұғалімі Мамбетова Ұлжалғас Күнтуғанқызына. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен 146 мектеп лицейдің физика пәні мұғалімі Мамбетова Ұлжалғас Күнтуғанқызы. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы физика пәні бойынша есептерді шығару арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың физика пәні бойынша есептерді шешу арқылы функционалдық сауаттылығын дамыту. Міндеттері: оқушылардың физикалық заңдарды түсінуін қамтамасыз ету, физика бойынша есептерді шешу дағдыларын дамыту, аналитикалық ойлау қабілетін қалыптастыру, зерттеу дағдыларын дамыту, формулаларды қолдану дағдыларын жетілдіру, логикалық ойлауды дамыту, сын тұрғысынан ойлауды қалыптастыру, пәндік білімдерін күнделікті өмірде қолдануды үйрету. Авторлық бағдарламаның бағыты: бұл бағдарлама оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Оқушылардың физикалық заңдарды терең меңгеруіне мүмкіндік береді. Физикалық тапсырмалар арқылы оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Оқушылардың есепті өз бетімен жұмыс істеу қабілетін жетілдіреді. Бағдарлама оқушылардың логикалық және аналитикалық ойлау қабілетін арттыруға бағытталған. Авторлық бағдарламаның жаңалығы: бағдарлама инновациялық әдістерді қолдануға негізделген, есептерді шешу арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытуға ерекше көңіл бөлінген. Бағдарлама оқушылардың пәндік білімдерін күнделікті өмірде қолдануға үйретеді. Авторлық бағдарламаның өзектілігі: бағдарлама қазіргі заманға талаптарға сай жасалған, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Оқушылардың логикалық және аналитикалық ойлау қабілетін дамыту өзекті болып табылады. Практикалық тапсырмалар арқылы оқушылар зерттеу дағдыларын дамыту маңызды. Бағдарламада оқушылар болашақ кәсіби даярлыққа дайындауға көмектеседі. Жалпы авторлық бағдарлама 34 сағатқа жасалынған және қысқа мерзімді жұмысымен бірге дайын. Және 9-10 сыныптарға арналған. Рахмет назарларыңызға. Менің авторлық бағдарламамның аты мода тест жинағы. Авторлық бағдарламаның мақсаты: бағдарлама аясында контекстік тапсырмаларды қолдау арқылы оқушылардың ағылшын тілін есте сақтау және сәтті үйрену қабілеттерін дамыту. Міндеттер: бағдарлама шеңберінде контекстік міндеттермен жұмысты әзірлеу және жүзеге асыру. Ағылшын тілінде лексиканы оқытуда контекстік тапсырмаларды қолдану мүмкіндігі мен қажеттілігі туралы зерттеулер. Мнемотехника терминін қолдану және оны мода аясында ағылшын тілін үйренуге дайындық құралы ретінде қолдану. Шетел сөздерін үйренуге арналған контекстік тапсырмалармен жұмыс істеудің тиімді әдістерін зерттеу. Практикалық маңызы: әдістемелік қамтамасыз ету ресурстар материалдарға келтірілген теориялық базадан қалыптасады. Бұл олардың ағылшын тілін үйренудің кешенді оқу құралы үшін негіз ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.
Бағдарлама оқушыларды нақты және қызықты материалдармен қамтамасыз етуге бағытталған, сонымен қатар тиімді есте сақтау үшін мнемотехниканы қолдану ұсынылады. Күтілетін нәтижелер: мода тапсырмаларын орындау алгоритмін түсіну және оларды орындау мүмкіндігі. Студенттердің шет тілінде бастапқы деңгейде қарым-қатынас деңгейін қамтамасыз ететін ауызша және жазбаша дағдыларын дамыту. Балалардың шет тілде қарым-қатынас жасау және басқа мәдениеттердің өкілдерімен қарым-қатынас жасау қабілеті. Бағдарлама әр сабақта пайдалануға болатын 36 бөлімнен 36 мәтіннен құралған. Әр мәтін сәйкестендіру, аудару, толықтыру, жалғасын табу, антонимін табу, мағыналы сөздер табу, сұрақтарға жауап беру секілді әртүрлі тапсырмалар мен жаттығулармен толықтырылған. Қорытындылай келе, бұл оқу құралының тиімділігін атап өткім келеді. Оқу дағдыларымен жұмыс жасауда оқушының сөздік қоры кеңейеді, оқушыларды заманауи өмірге баулиды, өзге ел салт дәстүріне деген түсіністік пен жақсы көзқарасты дамытады, оқу тыңдау дағдыларын дамытады, мазмұнды жалпы қамтумен егжей-тегжейлі түсінумен нақты ақпаратты түсіну түпнұсқалық мәтіндермен оқумен дамытады. Салыстыру және өз пікірін білдіру қабілетін дамытады. Оқушыларды грамматика негіздерімен таныстырады, жаңа идеялар береді, айырмашылықтарды, ережелерден кейбір ауытқуларды көруге үйретеді. Мектеп оқушыларына таным процесінде теория мен практиканың бірлігін түсінуге көмектеседі. Мектеп оқушысының шығармашылық қабілеттерін дамытады. Оқу құралдары ұстаздарға да, оқушыларға да үлкен көмегін тигізетіндігіне сенімдімін. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.